Достар, көпшіліктің ортасында өзгеше болып, ерекше көрінгім келеді десеңіз, соңына дейін қараңыз, мархабат. Ең бірінші, біз фейсімізді, яғни сыртқы келбетімізді ретке келтіруіміз керек. Бұның ішінде мен шаш үлгісін алғым келіп тұр, жарайды, операция жайында айтпай қояйын. Жарты жылда болмаса да, бір жылда болмаса, тіпті 2 жылда бір шаш үлгісін өзгертіп тұрыңыздаршы, өтініш. Біз актерлар білеміз, режиссерлар бізге талап етеді, біреулер өсір дейді, біреулер қысқарт дейді. Сол себепті біз всегда өзгеріп жүреміз. Қарапайым адамдар осы нәрсені жасаса болады ғой, тіпті ол жұбайының алдында өзгеше болғысы келсе, көпшіліктің алдында ерекше болғысы келсе, бір лицо болғысы келсе, осы нәрселерді жасасын, шаш үлгісін өзгертіп тұрсын. Біреулер өсірсе болады, біреулер қысқартса болады. Өйткені әдемілік шаш үлгісінде, сыртқы келбетіміз ол біздің фишкамыз десем болады. Сол себепті жаттап осыны. Екінші мәселе, адамға керемет ерекшелік беретін нәрселердің бірі ол біздің денеміз, яғни фигурамыз. Фигурамызды қолға алу және денемізді шынықтыру деп айтқым келеді. Бұл үшін біз спортпен айналысуымыз керек, залға жазылуымыз керек. Тіпті Алла тағаланың өзі бізге осы денемізді аманат қылып берді. Оны зиянды нәрселермен, арақпен, темекімен, шөппен алмастырғанымыздың орнына дұрыс нәрселерге, дұрыс жерлерге пайдаланғанымыз дұрыс. Качоктарды қыздар жақсы көреді, фигурасы бар қыздарды жігіттер жақсы көреді. Кастингке барып атсаңыз, режиссерлар качоктарды бірден ұнатады. Тоже сол сияқты қыздарды да бірден байқайды. Сол себепті жаттап өз денеңіз өз қолыңызда, әдемі болып жүріңіз, өзіңізді күтіңіз. Бұл екінші мәселе. Сол. Үшінші мәселеге мен қандай да бір навык немесе хобби деп айтайыншы, жарайды. Сондай бір керемет бір навыкты немесе хоббиді үйреніп алыңызшы, өтініш. Кастингке барып атсаң, сенен сұрайды: қолымнан не келеді дейді. Сол кезде сен не айтасың? Мен қолымнан ештеңе келмейді деп айтпайсың, сен по-любому бір нәрсені айтасың. Қызбен таныссаң да дәл солай. Чем ты увлекаешься, қандай нәрсе саған ұнайды деген кезде не айтасың? Мен қолымнан мынандай келеді, мен қолымнан мынандай келеді десең, ол саған өте керемет бір плюс болады. Сол себепті қандай да бір кез келген нәрсені үйреніп алыңызшы, өтініш. Бұл сізге кейін даже балаңызға да берілетін нәрсе болады. Сол себепті жаттап алыңыз. Навык немесе хобби. Төртінші мәселе деп айтпай қояйын, осымен бітірейін. Қалай, күшті ме, ұнады ма? Лайк басып, қолдау көрсетіп кетсеңіз мархабат. Бірақ біліп алыңыздар, өзгеше болып, ерекше болып көрінгіңіз келсе, өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Өзіңізді жақсы көріңіз. Келбетіңізді, шашыңызды, үлгіңізді стилист болып, әдем болып жүріңіздерші, өтініш. Спортпен айналысыңыздар, не қыласыздар? Пайдасыз нәрсемен, зиянды нәрселермен айналысып, қандай да бір хоббимен айналысып, бір навыкты үйреніп алыңыз. Бұл сізге өмірде де, кинода да керек болады. Сау болыңыз.